Балалар, оқуға бар, жатпа қарап. Жуынып, киініңдер шапшаңырақ. Шақырды тауық мана әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жылтырап. Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы туралы не білесің? Ол кім? Қай жерде оққан? Қай салада қызмет атқарған? Ахмет Байтұрсынұлы өзін саясаткер ретінде қалай көрсетті? Ахмет Байтұрсынұлы кеңестердің тарапына өткеннен кейін немен айналысады? КСРО-да қуғын-сүргін басталғанда Ахмет Байтұрсынұлының тағдырымен не болды? Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тарихында орны қандай? Сұрақтарға жауап іздейік. Ахмет Байтұрсынұлы қазіргі Қостанай облысы Торғай атырабындағы Сарытүбек деген жерде ел арасында беделді Байтұрсын Шошақұлының шаңырағында 1873 жылы дүниеге келді. Жангелдин ауданы Ақкөл ауылына жақын тұста Ахмет Байтұрсынұлының өмірге келген үйі сақталып тұр. Сонымен қатар әулетінің үлкен қорымында Ахметтің әкесі Байтұрсын, ағалары Қали мен Мәшен жерленген. Әкесінің інісі Ерғазы Ахметті Торғайдағы 2 сыныптық орыс қазақ мектебіне береді. Оны 1891 жылы бітіріп, Орынбордағы 4 жылдық мұғалімдер даярлайтын мектепке оқуға түседі. 1895-1909 жылдары ұстаздықпен айналысып бала оқытты. Байтұрсынұлы өзін саясаткер ретінде қалай көрсетті? Ахмет Байтұрсынұлы 1905 жылы жазылған Қарқаралы петициясы авторларының бірі болды. Сол кезден бастап жандармдық бақылауға алынған Ахмет Байтұрсынұлы 1909 жылы 1 шілде күні губернатор бұйрығымен тұтқындалып, Семей түрмесіне жабылды. Кейіннен қазақ облыстарынан тыс жерлерге жер аудару жөнінде шешім қабылданды. Осы шешімге сәйкес Орынборға 1913 жылы наурыздың 9-ында келіп, 1917 жылдың соңына дейін Орынборда тұрды. Осы қалада өзінің ең жақын, сенімді достары Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлымен бірігіп, және басқа да қазақ зиялыларының қолдауына сүйеніп, тұңғыш жалпы ұлттық қазақ газетін шығарды.